Көктемгі су тасқыны Қобда ауданының Жарық ауылдық округінде айналып өтпеді. Қобда өзенінің толып арнасынан асуы мұндағы ескі көпірді суға батырды. Салдарына арғы бетке өту қиынға соғып тұр. Облыс әкімі қалыптасқан жағдаймен танысып, ауыл тұрғындары және құтқарушылармен сөйлесті. Кейін ауыр жүк көлігін мініп, өзеннің арғы бетіне барып қайтты. Мен ертең келгеннен кейін арнайы комиссия құрамын. Осы жергілікті аламыз, сіз бар, тағы да мамандар бар, келіп қарап, одан кейін ұсыныс береді. Ертең мына су кеткеннен кейін майда бола ма, үйінде бола ма, мынаны жасаймыз. Чтобы уже келесі мұндай болмау үшін. Шұбарқұдық Ойыл Тұзтөбе автожолының Қобда Жарық бөлігін қайта жаңғырту жоспарда бар. Бұл жұмысты мердігер кәсіпорын бір аптадан кейін қолға алмақ. Ал Өтек ауылында өңір басшысы жергілікті дәрігерлік пунктпен округ әкімі аппараты ғимаратын және мектеп бақшаны көрді. Нысандар жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Кейін мектепте ауыл тұрғындарымен кездесіп, олардың түрлі сұрақтарына да жауап берді. Ошаға, жара өздері көтердік, жігіттер болып, жастар болып. Ол да енді төбесі шер құлап атыр бәрі. 60 жыл салынған. Бұл жарларын бәрі аварийный у вас бізде жауып тастадық. Әрине, мектептің ішінде халыққа клуб болған ол болмайды. Ол мынау ережеге сай келмейді. Мектептің ішінде болмау керек. Кітапханада болмау керек мектептің ішінде. Ол заңсыз болады. Балдар ғой мына жерде. Ол енді жаңағы клуб салып, соның ішінде кітапхана болу керек. Сондықтан оны ойластырайық. Биыл аудан бойынша бірқатар маңызды жобаларды жүзеге асыру жоспарланған. Туған жерге тағзым акциясы аясында иппотерапия орталығы бой көтермек. Егіндібұлақ ауылында оқу сауықтыру кешенін салу көзделсе, аудан орталығындағы 320 орындық жаңа мектептің құрылысы басталды. Білім ұясын тамызда пайдалануға беру жоспарланған. Сондай-ақ Қобда ауылында кәсіпкерлік бастаманы дамыту аясында мейрамханалық қонақ үй кешені мен 27 мың шаршы метр аумақты алатын саябақ болады. Ал жергілікті актив отырысында баяндама жасаған аудан әкімі Мейрамбек Шермағанбет биылғы жылдың 1-тоқсанында атқарылған жұмыстар мен алдағы міндеттер туралы айтып берді. Белгілі болғандай, былтырғы жылдың деңгейімен салыстырғанда 15%-ға жоғары инвестиция тартылып, 90-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылған. Қазір көктемгі дала жұмыстарына дайындық жүріп жатыр. Биылғы жылы оны 200 гектарға дейін бау-бақша өнімдерін егуді жоспарлап отырмыз. Оның жұмыстары қазір басталып кетті. Енді суармалы жерлер жалпы ауданда 2443 гектар. Соны биыл енді 350 гектарға көбейтіп, 2650 гектарға шейін көбейтіп отырмыз. Аудан ең бірінші өндіріс жағымен жұмыс жасау керек. Өкінішке орай соңғы кезде бізде индустриялық, инновациялық даму деген бағдарлама бар. Соған бірде-бір жоба ауданнан ұсынылмаған. Екінші, жол картасы бизнес деген бағдарлама бар. Оған да осы уақытқа дейін ауданнан бірде-бір жоба жоқ. Бұл мына кәсіпкерлерге үлкен көмек бағдарламасы. Әсіресе мынау инфраструктураға жасауға, одан кейін мынау несиеге мемлекеттен субсидия алуға ол бағдарлама көмектеседі. Жиын барысында облыс әкімі көктемге егісі тек сапалы тұқымды егу керектігін баса айтты. Сондай-ақ медициналық сақтандыруды енгізудің маңыздылығын атап өтті. Аудан үшін ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту және кооперативтердің ісін дамыту да басты міндеттердің қатарында. Ануарбек Мырзатайұлы, Владимир Федотов, Самат Қалекенов, Қазақстан Ақтөбе.